I find a way to block it. I go la 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 la. Ал достар, видео башламай тұрып мен сіздерге Зене Гизет деген каналды ұсынғым келіп отыр. Бұл бала ең жаңадан бастаған, ютубты жаңадан бастаған бала. Бұл сәлем ютуб деген бірақ видеосы бар, соны көріп лайк басып кетейік. Және де осы балаға подписацияны басып, колокольчикті басып кетейік. Сонда осы балада шыққан әр видеоны үзбей көре аласыздар. Және де бұл бала қуан қалсын деп оған 50 подписчикті жинап берейік. Ал достар, сіздерге сенем, сау болыңыздар. Видеоға қарай кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Фарин достар. Мен деген бүгін сіздерге гейм кейбордты қалай Майнкрафтқа орнату керектігін көрсететін болам. Ал ендеше видеоға қарай кеттік. Ал достар, біз деген ең бірінші Googleға кіреміз. Өйдемді жазамыз. Аптой деді. Қазақша жаза беріңіздер, бұл бәрі бір оқи береді. Короче, достар, бұл қазір кірмейді менде. Міне андай программа болады міне. Осы аптой деген программа болады. Осы программаны жазасыздар, деген осы ішіне кіресіздер. Әдейін почек туралы деген бар мына жерде. Білетін шығарсыздар, почек басасыздар да, енді жазасыздар. Game Keyboard Plus дегенді табасыздар. Осыған кіреді, әдейін астына іздейсіздер. Әдейін бұл жерден нері... Ой, достар, бөлеміз, кешімізде. Не? Осын жазамыз, кіремізде. Бұл кәдімгі плеймаркет секілді, бірақ жылдам жазылады. Одан кейін мына жерде тұрады, сосын жазып болғансын атып кетті басамыз. Одан кейін бұл жерде ең біріншіге кіреміз. Одан кейін мына жерде мынаны басамыз. Осыны басамыз. Бастық. Одан кейін мына жерде Game Keyboard деген плюске қоямыз. Соған қойдық ал. Одан кейін Step 2 дегенде басамыз да, онда Game Keyboard плюске қоямыз. Мына жерде Step 3 дегенге ешкімге жазбаймыз. Мына жерде қазір мында Custom Test деген бар. Соны басасыз. Одан кейін мына жерде көп нәрсе тұрады. Қойамайым. Көп нәрсе тұрады. Оны бүйтіп үстінен басасыз да, Remove деп кетіре салсаңыз болады. Remove деп. Сонда ол кете береді. Және де міне, мысалы мен B деген әріпті бастым. Одан кейін Output дегенді басасыз да, мына жерде іздейсіз өзіңізге керек пе. Q керек пе, F5 керек пе, F1 керек пе, соның барлығын, Enter керек пе, соның барлығын іздейсіздер өздерің арасынан тауып, сонда шығады. Мынаның барлығына сөйтіп қойып шықсаңыздар болады, өзіңіз міне, мынада Q, мынада F5. Осыны сіздерге қазір көрсетейін. Міне, осыған кіресіздер де, ана сол Game Keyboardты өшіртесіздер, міндетті түрде. Әйтпесе ол Майнкрафтқа істемей қояды. Қазір осы Майнкрафтқа кіріп, бір мираға кіріп ойнаудан кездесеміз. Ал достар, міне телефонның звук шығаратын жерін басасыздар. Түсіретін емес, шығаратын жерін басасыздар. Сонда сөйтіп шыға келеді. Одан кейін менде F5 мүсіпті. Міне осылай жөндеп алсаңыздар болады. Ал менде егір күтпей. Ал мынау Q лақтыратын. End деген shift болатын. Бірақ ол менде істемей тұр. Ал достар, осы видеоны болса лайк басамыз, подписаться етеміз, колокольчикті басамыз. Егер де осы видео сіздерге бір көмегін тигізсе, лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Ал ендеше сау болыңыздар, сіздермен бүгін болған мен Фарин. Неме де кеттім. Сіздермен болған мен Фарин, короче, сау болыңыздар.